Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Қазақстан бұғанға дейін орыстың артқы ауласы болып саналып келді. Қазақ жерінде орыстың әскери полигондары, әскери базалары болды. Күні кешеге дейін Алматының іргесіндегі Саршағанға дейін орыстар зымыранын атып отырды. Ал орыстың Ұланғайыр даласында, қиыр шығысында, Ібір-Сібірінде зымыранын ататын, сынақ жасайтынға жер табылмай қалды ма? Бұның барлығы орыстың қазаққа жасаған зұлымдығы. Болмаса, тұңғыстың Ұлан байтақ даласында атомды жаруға болатын еді. Бірақ орысқа қазақтың алыптар шыққан шығысты, Семейді құрту керек болды. Сөйтіп, атом сынағын Семейде жасады. Әлемде жоқ, ең сұмдық, ең көп атом сынағының Семейде болуы орыстың қазаққа жасаған зұлымдығынан. Орыстың Ұланғайыр даласында ғарышқа ұшатын нүкте жоқ еді. Бар болатын. Бірақ орысқа қазақтың жерінің қақ ортасынан у шашу керек болды. Ол үшін Байқоңырды ойлап тапты. Байқоңырдың мына жағы Ақтөбе, мына жағы Қызылорда, мына жағы Жезқазған, Қарағанды, орталық Қазақстан. Былайынан шығысқа да қазақ жерінің географиялық кіндігі болып саналды. Сөйтіп, құлаған зымыранның әрбір грамм гептилі қазақтың әрбір жан жануар өсімдігі, ұшқан құс, жүгірген аңы, екі аяқты бендесінің барлығына зиян салатын утордасы болды. Қазақтың орталық Қазақстаннан уран қазуда солай. Шымкенттің даласынан уран қазуда солай. Қысқасы, орыс тек қазақты қайтсем қырам, қайтсем жоям дегеннен басқаны ойламаған қауым. Енді қазір Қарақытай қаптап жатыр. Қазақтың санасына орыс отаршылдары кезінде сіңдірілген бір қыңыр, қисық, теріс түсінік бар. Қарақытай қаптаса, сары орыс жет әкеңдей болар деген. Бұл да отаршылдық идеология. Орыс пен Қытайдың еш қайсысы қазақты жарылқамайды. Жарылқайын деп те тұрған жоқ. Өсетін жұрт Қытайдан қашық болар, өшетін жұрт Қытайға ғашық болар деп біздің жаңадан мақал шығарғанымыз да содан. Мына қаптаған Қарақытайды неге қаптатып отыр? Орыстың ықпалынан құтылайын деп па? Жоқ. Бұның барлығы Путин мен Ши Цзиньпиннің ымырасы. Ал орыс салса көндім, Қытай салса өлдім деп отырған ол Тоқайдың сұмырай, сұрқия билігі. Тоқайға оның тағы керек, қазақтың бағы керек емес. Тоқай қазақтың жауы. Алдыңғы жолы Пекиннің басшысы Ши Цзиньпиннің Мәскеуге барып, көр аузында жанталасып жатқан Путинмен ымыраласып қайтқаны белгілі. Яғни, орыс дәл қазір санкциядан сансырап, экономикасы құлдырап, қансырап отыр. Соңғы тұяқ серперлік шамасы ғана қалды. Сол орысқа арамза Қытай барды. Сөйтіп, енді Қазақстан менің ықпалымда болады. Қазақстанда білгенімді істеймін, сен көрсең де көрмеске саласың деді. Путин не айтады? Оған қару керек. Оның өзі ажал аузында жанталасып отыр. Сөйтті де Путин ладна деді. Ал Тоқаевқа бәрібір. Оған тағын кім сақтап берсе, мынау көтеріліп қайта-қайта жұмыс сұрап, қайта-қайта екі қолға бір жұмыс таппай отырған қазақтың ереуілін кім басып берсе, сол керек болып тұр. Қанды қаңтарда қолы білегіне дейін қанға малынған, қазақтың қанына малынған Қанішер Тоқаевқа тақты сақтау, жанды сақтау. Тақтан айырылған күні жаннан да айырылатынын ол арамза біліп отыр. Сөйтіп, орыс пен Қытай Мәскеуде ымыраласты. Бұл 1881 жылғы Петербор ымырасының 2023 жылғы қайталанған көрінісі. Петерборда орыс патшасы мен Қытай патшасының іле келісімі, орыс патшасы менен Қытай патшасының тарбағатай келісімі болған. Бұл келісімді тарихта Петербор келісімі деп атайды. Ал осы келісімнің аясында қазақ жерінің ең шұрайлы жер жаннаты жетісуы қақ-екіге айырылды. Іле дариясының басы Қытайда қалды. Қазіргі Іле, Алтай, Тарбағатай, Сайрам, Буратол, Жыңғылды, Тақия, Баркөл, Мори сөйтіп Қытай жері болып қалды. Яғни
Қазақтың жерін Қытай мен Орыс Петербор келісімінде 1881 жылы қақ екіге бөліп алған болса, осы жолы Мәскеу келісімінде, құпия келісімде Путин мен Ши Цзиньпин қазақ даласын тағы да екіге бөлуді уағдаласты. Соның нәтижесі Қытайдың қазақ жеріне визасыз кіруі. Оған Орыс көзін жұмып қарады. Неге? Қытайдың әскери және қаржылық көмегін алу үшін Орыс бұған көнбеске шарасы қалмады. Ал ортасында қазақ отыр. Біресе Орысқа жалтақтап, біресе Қытайға жалтақтап. Орыс жаума, Қытай жаума деп оттаған сөз. Орыс та, Қытай да, Қызылбас Иран да тарихтан бері қазақтың үш ата жауы. Қазақтың үш жауы бар. Ол үшеуі де көршіміз Орыс, Қытай, Иран. Иран ертедегі ескі жау. Бүгінгі күнде, бүгінгі тарихи жадысы солғындаған қазақ ұмыттыңқырап қалған жау. Бірақ санамызға мың-сан сектаны тықпалап, әбден руханиятымызды құлдыратқысы келген бұл жау кезінде жерімізге де көз алартқан. Әйтпесе, Каспийде бұл Қызылбас сарттың қақысы жоқ еді. Бүгін Каспийдің бір бөлігін иемденіп отырғаны да осы Қызылбастың кезіндегі жаулығының бір көрінісі. Болмаса, Каспийдің айналасы, қазақ айтатын теңіздің төрт бұрышы түгелімен қазақтық еді. Әрине, теңіздің солтүстігіне кеше Қандауыз Орыс келіп, Қандауызын салды. Білесіздер, Еділ далды, Жайық далды, енді алмаған нен қалды деп ноғай бауырларымыз жылағандай, енді бұл Қытай Ілен алды, Ертіс алды. Іле мен Ертістің басын 1881 алған Қытай енді Іле мен Ертістің аяғын алмақ. Іленің аяғы Балқаштың көліне кеп құяды. Ертістің аяғы солтүстік мұзды мұхитқа барып құяды. Қытайдың арман осы. Ертістің басында аяғында алмақ, Іленің басында аяғында алмақ. Сондықтан ортадағы аңқау қазақ Орыс жаума, Қытай жаума, Орыс дос еді, Қытай жау еді деп қиялданбай-ақ қой. Немесе кімде-кім Қытайға сөйлесе, Қытайға қарсы сөйлесе, кімде-кім Қытайдың визасыз кіруіне қарсы болса, ойбай мынау Мәскеудің итаршысы, ойбай анау алай деп оттама. Айналайын, сорлы қазағым, сені Орыс та, Қытай да тарихтан бері ешқашан жарылқаған жоқ. Сені жарылқасаң, өзің жарылқайсың. Құдайдың жарылқағанын, Құдайдың жанашығанын күт. Ешкімнен жақсылық күтпе. Осы ұғымды қазақтың санасына сіңдіру үшін осыны айтып отырмыз. Бұл әлсіздіктен, аңқаулықтан бізге анау көмектеседі, бізге мынау көмектеседі деп үміт ету, қиялдау барлық әлсіздің ортақ психологиялық кемшілігі. Американы айтсам, ой, Америка арабтарды не қылды, Палестинді әйтті, Сирияны бүйтті деп оттап шыға келеді. Онда отыр, Марстан көмек күт, онда отыр, Юпитерден біреу кеп көмектеседі деп. Онда отыр, қиялдап, ғарыш адамдары кеп қазаққа көмектеседі деп. Саған ешкім көмектеспейді. Америка, Еуропа саған көмектесуге міндетті емес. Ал Қытай жау, Қызылбас сарт жау, Орыс жау. Енді не істейсің? Отырасың ба тотиып, біреу кеп көмектеседі деп, Әблязов келеді, Серікжан келеді деп, құтқарады деп отырасың ба? Қара Қытай қапталды. Қолыңдан не қарекет келеді? Тікенің бар ма пісетін? Пісіп ал. Қандай қарсылығың болады? Қандай наразылығың болады? Ұйымдас, той жасағанда 500 қазақ жиналасың, 1000 қазақ жиналасың. Болат Назарбаев палау басса 10 000 қазақ жиналасың Шымкентте. Қара Қытай қаптап жатқанда 5 қазақтың басы қосылмаса, жиын өткізе алмасаң, конференция өткізе алмасаң, плакат алып көшеге шыға алмасаң, кем дегенде Құдай берген үйіңдегі аулаңда отырып, бір наразы болған видеоңды сөйлеп, желіге сала алмасаң, атаңның басына адаммын деп отырсыңдар ма?